Заметь, что там? Сенің приключенияң мен жұмыста жүріп прям есіме түсіп кете берсе күлемін ғой, жаңа бастың жеп прямо. Что там не қылыватсың? Ай, апаң қалай? Апаң жақсы ма? Тәуір болды ма? Жаңа сөйлескеннен тым жақсы болып қапты даусы. Қалайсыңдар? Жақсымыз, қасқа жақсын, аманмын, бәрі жақсы. Жанна, көкем мен апам үйіндемін ғой. Сол жаңа шайдарын беріп, көкем малға кетті ау, малға кеттім апа. Малға кетіпті. Апам міне жатыр. Жаным сол апам. Мен уайымдап кеше қысқа бір құлатып алдым апамда. Скорый мен больницаға апарып, давлениесін түсіріп, өзім қарап жатырмын. Жаным міне укол салып жатқызып қойдым қазір, қымтап. Жаным сол апа. Жақсыз ба? Ойбай, тұрмай-ақ қойыңыз. Сәлем айтып жатыр. Өзім сәлем айтасың, тұрмай-ақ қойыңыз. Дұрыстап жемеп қояйық, Самда сен бар ғой, ана басың алынбалы, салынбалы емес. Ит түгілі өзіңнің басыңа зорға ие болып жүрген адамсың ғой сен. Ана басың алынбалы, салынбалы болса ше, бір жерде қалады домалап. Өзіңнің басыңның қайда қалғанын білмейтін қызсың ғой сен. Машинаны қыза берші бар. Ойбай, басты айтсаңдар апам тағы құлап қалады қазір. Ана ғалымжан алып кепті ғой, құдастарының үйінен алып кепті тауып әйтеуір. Ой, құдасымен ол тамақ жайына қалып, шай жайына қалып мені іздеп кеткен ғой. Апам әлдай зәмза жоқ, оған не болды деп бостырып іздеткен ғой. Жаным апам сол. Ойымдайсыз мені. Сөйтіп бостырып, бәрі босып іздеген ғой. Ана Айжанды жібергенсіздер ме? Айжан не іздейді? Апа, білем ғой мен Айжанды. Ана барғанда бір туалетпен бір қоран айнап келгенде зәмза жоқ деген ғой. Содан ызы шу. Құда жүр дейді, аяғын ірзеңкетіп киіп алған. Арқасына көкемнің галошын киіп кеткен ғой, аяғыма іліп қайдан білейін. Мына апамдар мені іздеп жүрсе, көрші апам мен көкем галошын іздеп жүр дейді. Сөйтіп жаңағы үй жаққа келгеннен кейін соны кришадан сол ірзеңкетіктерді, оншамшы галоштарды, қыстық киімдерді алайын деп кришаға мінгем ғой. Ана менің телефонның фонаригін жағып, соны ана қысқа көрші үйдегі Сағи деген бала бар, төртке шыққанда мені көрген ғой кришаға мінгенімді. Сөйтіп қолында жіп, арқан жіп, ол ана есіктің байлаулы тұрған жібі ғой, зәңгінің. Сөйтіп мінгенімді көрген, түскенімді көрмеген, туалетіне шыққанда құдай бір шаптырғанда үйіне кірген шығар. Сөйтіп үйге келіп апамдар жаңағы есікті, жаңағы воротаны ашса, үйде адам жоқ, тым-тырыс. Сөйтіп қораның есігі ашық тұр, төбе криша ашық тұр. Ай, зәмзәнді көрдің ба десе, Сағи айтқан ғой. Бағана апа мініп баратқан қолында жіп, арқан жіппен кришаға мініп баратыр дегенде, апам сол жерде кеткен ғой. Қасқа, мен өліп қалды деп ойладыңыз ба? Ай, құтылмайсыз менен, балаңыз екеуіңіз Құдай алмаса оңайлықпен құтылмайсыз. Неменеге күлесіз, қасқа, неменеге күлесіз? Қараңдар, ана тырқылдап шығып кетті, ана базарыңа шығып кетпей, зәмзә, көкем қараңдар, тырқ жырқ етпей анау. Гүлсара, Сарагүл айналайын. Жазылып кет, Құдай, жазылып кет, аман болыңдар. Ойбай, бала шағаңа аман бол, Құдай, Қараңдар, ана шайын беріп бір-екі күн бол сол жерде, зәмзә. Құдай, көкем, Ойбай, апамды қойшы, адамды айтсай, ана ғалымжан тырқыратып қамшымен сабаған ғой, қамшымен шырайын алдырып қуған ғой. Сен зәмзәға бірдеңе дегенсің сен. Не дедің, бірдеңе дедің ба деп. Ғалымжан жүр дейді, ойбай, мен ештеңе деген жоқпын деп. Қасқырдың аузы жесе деған, жемесе деған деп. Тырқылдап ана базарыңа шығып кетпей, қара Гүлсараға. Гүлсара, жазылып кет, жазылып кет, айналайын. Билеп, шауып кет, Құдай. Мақыл, мама, жақсы, Апам, мама, апа сізге жазылып кетсін дейді мамам. Билеп жүгіріп кетсін, ертең барғанда билейміз, биге жарысып билейміз дейді. Айттым, мама, ойбай, тұрмай-ақ қойыңызшы, ойбай, сізбен сөйлесем дейді, тұрмай-ақ қойыңыз, жатыңыз деймін сізге.